Айдараның айтып жатқандарының барлығын мен қазір адамдар дұрыс түсінбей қалмасыншы. Мына жерде қазір мынандай сияқты болып көрініп жатыр да. Мен постоянно машинадан бір сағат отырып лекция оқитын адам ұқсап, немесе сондай болып көрініп жатқан шығар. Жаңағыдай осындай сөздер қазір айтып жатқан Гүлвираның жаңағы абьюзер, тиран деген нәрсеге алып келуі мүмкін да. Негізі бұл жерде менің де айтарым бар да, именно осы жерде. Мен де жаңа дұрыс айтады, негізі адамның жаңағы финансқа байланысты емес, әперген суында ол нәрселерде емес, менен ол нәрсені ешкім сұрап алып жатқан жоқ. Ол шынымен сол моментте өз-өзімен болып жатқан заттар да, ол қыз бен жігіттің арасында болатын заттар. Ал ішкі состояние деп жатыр ғой, жаңағы ішкі состояние бақытты болу керек. Иә, ондай состояние осындай бір күні келіп бір болып қалады, мен қысым жасап қалатын моментші, шынымен. Мен де адаммын ғой, менде де эмоция болады. Менде де бір ішкі состояниямда тревожный моменттер болады. Менің ішкі состояниямда менде ойланып қалып, бір нәрселерге уайымдап қалған моменттер болады. Мына жерде неге мына нәрсе дұрыс болмай жатыр деген нәрселер болады. Сол кезде мүмкін мен де Айданамен отырып сөйлескім келетін шығар сол нәрсені. Айданаға айтқым келетін шығар. Неге мына жерде? Бәлкім екеуіңіз бір-бірлеріңізді толық танымайтын шығарсыздар, мүмкін басқа адамдар секілді көрініп жүрген шығарсыздар. Себебі екеуіңіздің де айтарларыңыз қалып қойған екен, толықтай өздеріңіздің қандай адам екендеріңізді жеткізе алмай жатыр екенсіздер. Бізде жарнама уақыты болып қалды, енді жарнамадан кейін жалғастырамыз.